Ассалаумағалейкум қазақ елі. Қалдарың қалай достар? Мынау бүгін міне сәуір айының 4-і 25-ші жыл. Үлкен үйірді қамап отырмыз. Байторын үйірі. Байторы өздеріңіз білесіздер сатылды. Ерментау жаққа. Енді Алла қаласа қазір айғыр қосайын деп жатырмыз жігіттер. В общем, план осындай. Қазір Алла қаласа осы үйірдің ішінен байталдарды алып қаламыз. Оның арасына бір 2-3 бие сақа биенің қосып жіберу керек. Біраз чалқаулау биелер бар, артта жүреді. Соларды қосып жүрсек, әйтпесе жас үйір өздеріңіз білесіздер. Аяқты мал жүріп ес шығарады. Сондықтан арасында осы көк бие, жынды бие тепкіленіп тұрады. 2-3 қосып жүрсек, жақсы болар еді негізі. Сондай план, в общем. Молодняк, сол жас байталдарды осы үйге ұстаймыз. Алла қаласа бір мұғалжар айғырды қосып дөненді. Ал енді үлкен үйірді сразу даладан қосып жүреміз. Қазір далаға шығарып, бөліп ап үлкен биелерді сразу даладан қосып жүреміз. Алла қаласа содан алып кетеді деген ойдамыз енді. Дөнен, 3 жасар дөнендерді қосамыз. Үйіртса. Мына үйірде құлындаған биелер әзірше жоқ, бірақ көбі желіндеп келе жатыр. Аллахтың қалауымен. Енді бірінен соң бірі құлындайды деген ойдамыз. Так. Міне, әзірше міне осы қыстан шығып отыр. Енді аса қатты айтпай қойыңыздар, өйткені қыстан шығып отқан мал өздеріңіз білесіздер. Біраз арықтау болады. Аллахтың қалауымен енді қыстан аман есен шықтық. Кетші. Міне қыстан шыққан биелер осы. Әрине арықтаулар бар, арасында осы болмайды. В общем, 15-15-тен бөліп береміз. Таза айғырдан шығатындар сол 30 бас қой айғырдан шығатындар. Қалғандары жабағылар. Қазір ең басы еркек жабағыларға ең қой olur. Бастарын деп құлақтарын кесіп сау керек. Евермектерін салып тастау керек. Біраз евермек бар, қаншасына жетеді. Соншасына салып құлақтарын ең салып тастау керек еді. Әйтпесе қазір бір жылдан уже мыналарды танымайсың өзі. Жылқылар өздеріңіз білесіздер. Тез өзгереді, түсінде өзгереді, өздері де өзгереді. Сондықтан құлақтарын кесіп тастаған жөн негізі. Сол таңбада салып тастауға болушы еді. Бірақ оған қазір уақыт жоқ, адам жоқ. Солай достар. Осындай еркек жабағылар бар. Биыл енді өтпеген жабағылар, өйткені арзанға сұрайды, арзанға өздеріңіз білесіздер. Мал бағып отқаннан кейін бергің келмейді. Бейнет қойын қысы жазы артынан жүресің, арзанға бергің келмейді. Сіздерге де айтарым сол, арзанға өз еңбектеріңізді бермеңіздер жігіттер. Өз құныңызды біліңіздер. Өйткені әрине әр адам арзанға алғысы келеді, бірақ арзанға беруге болмайды. Сондықтан міне еркек жабағылар қалды. Алла қаласа жазы сатылымға шығарам, жазда өтпесе күздігін аткөрімге қоямын. Солай достар. Ал енді уақыт жоқ, жылқыларды жабағыларды тастап тай ғой, енді тай болды жүр. Ендерін салып тастап, сосын ақын бөлу керек. Мына бие желіндеп келеді, Алла қаласа. Ой! Еш тұрмайды достар. Тиіп күленіп, осыдан қорқасын өзі тиіп күленіп, тістелеп тұрғандан. Чо, давай, онда ұстайық. Төрт құлынды ұстадық, жабағаны. Қазір енді камера түсіріп тұратын адам жоқ, әйтпесе қызық болар еді негізі.
Бір ұсталынды. Ең үлкені ма? Әкесті. Так, міне айғырларымыз дайын тұр. Алла қаласа қазір үйірді екі жаққа бөліп, бір-бірден қос жүріміз бұйыртса. 3 жасар дөнендер екеуі. Таза әмзі, әке шешесі де мұғалжар жылқысы. Алла қаласа қазір бөліп қосамыз. Өздеріңіз көріп тамашалап отырыңыздар. 3 жасынан бәрі қосып отыр ғой дөненнен. Біз де қосып көрейік деп. Қазір қалай болады екен көресіздер. Общем, жігіттер міне үйіріп тұр. Әлі бөлінген жоқ. Қазір бірінші аны айғырды қосып алайық деп тұрмыз. Заманды сосын бірақ бөлінеді. Өйткені бұлайда болмай тұр жады. Міне келе жатыр айғырымыз. Ал, бисмиллах, Аллаху акбар. Кел. Кел, машалла, баракалла. Ал кеттік. Ал, бисмиллах, рахманиррахим. Қане. Сақабиелер енді құтырады енді. Қазір көре жатармыз енді. Аллахтың қалауы қалай болады екен. Ал, давай. Машаллах. Заман, красавец. Ал, давай енді. Мен биелерім біраз ірілеу, жігіттер. Сондықтан біраз кішірек көрінеді енді. Ештеңе етпейді, Алла қаласа. Жасына келгеннен кейін енді толады ғой. Арасында қазақилар да бар енді, бірақ енді көбі шата. Ал, давай, заман. Так, ана байтал күйреп тұр ғой. Ал, бисмилля. Міне Аллахтың қалауымен 2025 жыл таза әмзі айғыр қосылып жатыр. Аллахтың қалауымен. Кім ойлаған? Қазір мына байталарды бөліп ап, ғасырға қосамыз. Әзірше осылай көріп алайық деп тұрмыз, жігіттер. Заман 2022-нің құлына 3 жасар дөнен. Жаман емес енді. Бастапқыға жаман емес. Сосын көре жатармыз ары қарай. Алла қаласа. Әкесі де, шешесі де жаман емес, жақсы. Тұқымнан шыққан. Соғыттан. Міне кетті. Оқ тастады, болды. Қазір артқа айналып ескейтін болса, керемет. Ал, міне кетті. Міне, машалла. Болды, міне. Айғыр деген белгі ғой мынау. Айғыр деген белгі, ескесе. Оғын тастап жатыр. Мұнда мен енді хозяин болам деп отыр ғой. Смотрящий мен болам деп тұр ғой примерно. Әрине, мына үйір қалын, 3 жасар дөнерге қалын үйір. 30 бас деген, шығару деген қиындау болады. Ендігі жылы болады енді биылша. Әлі ертерек заманға. Так. Қалай, жаман емес, е? Бар. Бір шұқатығы батыр әнді. Ендігі жылы Алла қаласа денесі де толады, опыты да болады. Алла берді, Алла амандығын берсе, жақсы құлындар түседі, иншалла. Қайырып тұр ғой шетай. Енді көпшілік айтып атты, енді ереке 1-2 жыл тоса тұр.
жүре тұрсын, өсе тұрсын деген сияқты. Бірақ ондайға шыдамадым. Шыны керек шыдамадым жігіттер. Бір жыл қалай тосам, не істеймін деп, не үшін алдым деген сияқты. Әрине үлкен айғыр алуға болушы еді, бірақ үлкен айғырдың бағалары білесіз ғой. 3 миллионнан басталады, ары қарай кете береді, 5 миллион, 6 миллион деген сияқты. Сондықтан енді қалта шыдамады. Осы дөненді алдық. 2 дөненді. Оның өзі арзанға түскен жоқ, сондықтан. Үлкен айғыр. Әрине үлкен айғыр алғым келді, бірақ қалтаға ауырлы болды, сондықтан мына осы дөнендерді алдық. Бұйыртса міне қосып жатырмыз. Аллах тағала енді өзі несібесін береді бұйыртса, иншалла. Ақырын бөлеміз ба? Бөлек давай. Жақсы. Аллаға шүкір, жақсы, керемет. Өзім риза болып тұрмын әзірше. Ал жігіттер, міне бөліп алдық байталдарды. Үлкен биелер қалды. Қазір Алла қаласа мынада айдап тастаймыз. Жүре берсін. Ал енді байталдарды егу қамап қойдық, үйде тұрсын. Біраз үйрене берсін естеніп айғырға. Мына үлкен биелерді үйде ұстауға керек емес енді. В общем, 15 биедей алдында бұйыртса көреміз енді ендігі жылы қалай болады екен. Бірақ бастамасы жаман емес, өзіме ұнап тұр. Аллаға шүкір. Сол характері бар айғырда. Қазір кімді көреміз? Ғасыр қалай өзін көрсетеді екен. Заман жаман емес. Солай достар. Қазір жақындап түсірейін. Он бес басты енді шығарады деген ойдамыз. Мынау буырыл бие алған кезде жабағы болған. Қазір міне уже 4 рет қолындады. 4-ші рет қолындайды Алла қаласа. 3 рет қолындады. Үлкен бие болды. Уақыт деген зымырап өтіп баратыр ғой. Екі 2019-да бастап едім осы жылқыны ұстауға. 5 жыл болды міне. 6 жылға кетіп барады. Бөлгін келмеп еді негізі. 2 үйірді өзі ауыр қарауға. Енді 3 үйір болды Аллахтың қалауымен. Бірақ енді бір орында тұрмау керек, ақырын өсе беру керек. Алла қаласа 3 үйір болды. Қазір енді көре жатармыз, қалай, арқалай болады екен. Солай достар. Не заман. Мен мұнда айғырмын. Мен мейірім деп тұр ғой. Қазір енді басқа айғырлармен шыққан кезде көреміз енді. Ақырын опырчиналайды ғой енді. Ал, бисмиллахир-рахманир-рахим. Аллаху акбар. Тұқымын тарыдай шашылсын енді. Белді айғыр бол. Заман, белді айғыр бол. Кетті ағам айдап тастайды. Ал достар, аманшылықта
жүздесейік. Аман сау болыңыздар, ауырмаңыздар.